erkekler patşadan da pangar mı? Biz erkekler ayellerge armanbız. Biz erkekler araylangan tandarmız. Biz erkekler sanımıza sabas mol jandarmız. Erdağımız ayqay şumen atadı. Her günümüz ayqay şumen batadı. Ерте келіп жаным күнім десең де, бұл әйелдер теріс қарап бұртиып ап жатады. Сұлу көрсең тоқал алғың кеп тұрады. Ондай шанс еркектерде жоқ бірақ. Bir erkekке 8 қыздан келсе де, бәйбішеміз армандама деп тұрады. Әйел деген Құдай қосқан жалғызың, бастан асып жатса дағы қарызы. Үйімізде болмаса да нан мен шай, Ал әйелге кредитке шуба беру парызы. Таң атпастан ақша таптып жекеррет, үйленгелі инсульт алдық жетеррет. Bir көйлекті тоздырамыз 10 жылда. Ал әйелдер бір көйлекті кимейді ғой 2 рет. Содан кейін тоқал алғың кеп тұрады. Ондай шанс еркектерде жоқ бірақ. Bir erkekке 8 қыздан келсе де, бәйбішеміз армандама деп тұрады. Түн жарымда SMS келсе қандайда, жүрегіміз қылп етеді сондайда. Где ты, жаным деген сөзді оқыса, қызғанбастан қарындасы деп ойласа болмай ма? Өмір деген ақ пен қара жолақты, қалтамызда қаражат жоқ қомақты. Әр нәрсені бір ойланып шаршаймыз. Әй қатындар, жетіскеннен ішпейміз ғой арақты. Ішіп алсақ тоқал алғың кеп тұрады. Ондай шанс еркектерде жоқ бірақ. Bir erkekке 8 қыздан келсе де, бәйбішеміз армандама деп тұрады. Еркіндікті аңсаймыз ғой көп бірақ. Левый тірлік анда-санда боп тұрады. Еркекпіз ғой еркелейміз әйтсе де, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ. Ойымызды айта кетсек нақтырақ, әр еркектің басында бір бақ тұрады. 90 тоқал алсаң дағы бәрібір, бәйбішеге жететіні жоқ бірақ. Ай сонда да тоқал алғың кеп тұрады. Ондай шанс еркектерде жоқ бірақ. Bir erkekке